Сәлеме достар, бұл мен Жанерке. Бүгін мен сендерге Шұбар тауы ертегісін айтып беретін боламын. Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың жалғыз ғана Шұбар тауығы болыпты. Шұбар тауық оларға жұмыртқа туып беріпті. Жұмыртқасы жай ғана емес, ол алтын жұмыртқа екен. Шал бұл жұмыртқаның ішінде не бар екен деп анда арады, мында арады, бірақ жарылмайды. Кемпір айтады: ой, осы қарапайым істі де істей алмайды ма екенсің деп оқтауын алып, ол да анда арады, мында арады, ол да жарылмайды. Ей кемпір, әкелші бері, балғамен көрейін дейді, тарсылдата жөнеледі. Балғамен ары да арады, бері де арады, бірақ ол жарылмайды. Осы тарсылды естіген тышқан еден астынан жүгіріп келіп, алтын жұмыртқаны қағып кетіп, алтын жұмыртқа сынып қалады. Кемпір мен шал қатты налып жылайды. Оны көрген Шұбар тауық шал мен кемпірге былай дейді: жыламаңдар, мен сендерге қайтып жұмыртқа туып берем, бірақ ол жұмыртқа алтын жұмыртқа болмайды, кәдімгі жұмыртқа болады дейді. Осыдан кейін шал мен кемпір Шұбар тауығымен жақсы өмір сүріпті. Балалар, менің ертегім сендерге ұнады ма? Ендеше сау болыңдар.